Ника Звырс, Марк Смирнов, Семана Санта А группасы. C4 ATF6, AC3 E6, D4 Піл B4. Бұл Немцович қорғанысы. G3, ұмытпасам, Романишин варианты деп аталады. Рокировка Піл G2, D5, ATF3 және DC мына сарбазды алдық. Рокировка AC6, вәзір A4 және ат D5. Енді қосымша мына пілді қорғау керек. Вәзір C2, тура B8. Енді болашақта мына қиғаш жол өте қауіпті болуы мүмкін. Соған байланысты тураны О бастан B8-ге қоямыз. E4 алдық және піл E7. Піл E3 ат A5. Мына енді сарбазды бергіміз келмей қалды. Бұлай және C6. Мына D5-тегі торды бақылауға алу. Жағдай онша емес, 1.32, бірақ сонда да көрейік деп отқан ғой. Піл F4, піл D6 және сарбазды негізгі орталыққа қойды. Піл E7 және H4. Бұл жүрістің ең басты мақсаты әрине ат G5 деп мына H7-дегі сарбазға шабуыл жасау. H6 және вәзір E2. B5 мына сарбазды қосымша қорғау керек. Ат D2. Енді ат деген мүмкін E4-ке барып қалуы мүмкін. B4 тез арада мына вәзір қанатында тез арада әрекет бастамасақ, біздің жағдайымыз мына патша қанатында онша емес екені бесінеден белгілі. Алдық және ат негізгі орталыққа келді. C3 және піл E3. Көрдіңіздер ме? Жаңағына 1.66 болған. 1.66 нақты мына D4-тегі сарбазды алғымыз кеп тұр. Соған байланысты піл E3 деп мынаны қорғады. Енді 0-0. Ешкімде ешқандай басымдық жоқ. Ат C4 мына жерге келді және мына жерге шабуыл жасап жатыр. Ат C3 және піл A6. Енді мына пілімізді іске қостық. Мынандай әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Піл F4 және вәзір A5. Дайынбыз атпен B2-ге секіруге және пілмен мына жерге шабуыл жасау. Әзірше 0-0. Ешкімде ешқандай басымдық жоқ. Вәзір G4 және ат негізгі орталықтағы сарбазды алды. Мына жерге шабуыл жасаудың амалын қарастырып жатыр. Бұлай да шабуыл жасаудың амалын қарастырып жатыр. Алдық және піл F4. Тез арада фигуралардың санын азайту. Алдық және вәзір C3. C1, C4, алдық және вәзір туара 6, бұлай және алдық. Сонымен 0-0. Ешкімде басымдық жоқ, бірақ мына H4 деген жүрістің арқасында мына патшаның бәрібір қорған сондай мықты емес. Енді түсі бөлек пілдердің күресіндегі ең басты қағида ол әрине патшаға шабуыл жасауды ұйымдастыру, немесе өтетін сарбазды ұйымдастыруға тырысу. Көрейік, не патшаға шабуыл жасау, не өтетін сарбазды ұйымдастыру. Піл C5, тура A4, тура B8 және піл G2. Қателесті піл F2 шақ. Әрине, бұлай алатын болсаңыз, онда вәзір D1 шақ және мына тураны алып кетеді. Патша H2. Вәзір B3. 0.85. Әзірше үлкен басымдық туралы әңгіме жоқ. Тура E4, піл C5. Тура E1, тура B4 мына вәзірге шабуыл жасау. Кішігірім болса да басымдық бар. 0.69. Тура E4 алдық және H5. Капабланканың ережесі, егер де сіздің піліңіз қара болатын болса, онда сарбаздардың барлығын ақ түске орналастыруға тырысу керек. Шах, піл F8 және вәзір E4. 0.21, G6. Көрейік, әзірше бар болған 0.24. Барлығы патша қанатында жүзеге асырылады, соған байланысты қорқудың қажеті жоқ. Патша H3, вәзір B8 және G4. Өрескел қате, жалпы түсі бөлек пілдердің күресінде патшаны әлсіретпеуге тырысыңыздар. G4 алдық және піл G7 мына сарбаздың түбіне жетудің амалы. A8 алдық және піл негізгі орталықтағы сарбазды алдық, шах және алдық. Бұлай және G7. Бұлай және қалған енді аса қиын емес. Өйткені сіздердің ең басты мақсатыңыз мына пілге бөгет жасамау, екі сарбазды алға қарай жылжыту. Бұлай кеттік. Ешқандай қиындық жоқ бұл жерде. Енді әрине бұлай F3 деп жүрге болмайды, өйткені піл F3 болады. Соған байланысты айналамыз. Бұлай шах
алдық және піл C3 осымен ойын аяқталды. Өйткені E2 деген іс-әрекетті бәрібір ерте ме кеш пе жүзеге асырамыз. Өйткені мысалы қарсылас күтеді, былай, және сіздер деген бастайсыздар. Мысалы күтеді, кеттік. Мына жаққа келуіміз керек қой біз деген, осы жерге келуіміз керек. Қалай келсек болады? Мына піл бізге кедергі жасап тұрған жоқ. Жарайды, былай істейік. Былай, мысалы былай келдік, былай келдік. Көрдіңіз бе? Бәрібір ерте ме кеш пе мына іс-әрекетті сіздер жүзеге асырасыздар. Марк Смирнов жеңді. Нақтырақ айтсақ, қаралар жеңді, ақтар жеңілді.